Айжан ауылдың құрметті әйелі. Ол ерте жесір қалып, 3 баласын жалғыз өзі өсірді. Кедейліктің тауқыметіне қарамастан, ешқашан балаларына шағым айтпады. Тұңғыш қызы Жамал медколледжді бітірді, қазір тұрмыста. Екінші қызы Жанар мұғалімдікті бітірген, оны да жақында құтты жеріне қондырған болатын. Ерасыл оның кенжесі, жалғыз ұлы, әрі сүйенішім деп сенген үміті. Бала күнінен ақ Ерасыл зеректігімен, қайраттылығымен көзге түсетін. Айжан оның болашағы үшін бәріне дайын еді. Ерасыл мектепті үздік аяқтап, қаладағы беделді университетке түсті. Бұл анасының өміріндегі ең үлкен қуаныштардың бірі болды. Ерасылдың болашағы жарқын екенін білген Айжан қолындағы барын беріп, ұлын қалаға оқуға жіберді. Бірақ ауылда жалғыз өзі қалу оның жүрегінде бір мұң қалдырды. Ана жүрегі ұлын сағынумен, оның амандығын тілеумен толды. Қалаға келген Ерасыл жаңа өмірге бейімделді. Жаңа достар, қызықты орта оны ауыл өмірінен алыстатып жіберді. Анасына хат жазып, қоңырау шалу сирей бастады. Айжан ұлының уақыты аз екенін түсінгендей болды. Бірақ оның үнсіздігі жүрегін ауыртты. Түн ортасында ұйқысынан оянып кетіп, ұлының амандығын бір Алладан сұрап, жылап алатын. Айжан апа бір күні көршісінің көмегімен Ерасылға ұзақ хат жазды. Ол хатта ұлына деген сағынышын, оның болашағы үшін қалай еңбектеніп жүргенін және ауылдағы қиындықтарын жазды. Бірақ бұл хатқа жауап келмеді. Бұл жағдай ана жүрегіне өте ауыр тиді. Айжан апаның өмірі күн өткен сайын қиындай түсті. Денсаулығы нашарлап, үйінің жағдайы нашарлай берді. Ол кісі ешкімнен де көмек сұрамады. Ерасыл анасына сирек хабарласса да, Айжан әрдайым ұлымның уақыты жоқ, оның өмірі маңызды мен үшін деп өзін жұбатты. Бірақ ана жүрегі күннен күнге жабырқай берді. Бір күні ауылға бейтаныс әйел келді. Ол өзін Ерасылдың әйелі екенін айтты. Бұл жаңалық Айжан үшін күтпеген соққы болды. Ұлының үйленгенін білмегені, ана ретінде елеусіз қалғаны оның жанын күйзелтті. Әйелдің сөзінен ол Ерасылдың анасын қала өмірінен жасырып жүргенін түсінді. Бұл оның жүрегіне ауыр тиді. Бірақ ана ретінде ол ұлын жек көре алмады, жамандыққа қимады. Айжан бұл жағдайды сұрамақ болып, ұлына хат жазды. Ерасыл ауылға келгенде анасының әлсіреп қалғанын көрді. Ол некесін заң жүзінде тіркегенін, ешқандай той болмағандығын айтты. Уақыт тауып, сізге көрініп кетеміз деген ой болған, бірақ қолымыз тимеді деді. Сізді қалаға алып кетер едім, бірақ біз бір бөлмелі үйде жалдап тұрамыз деді. Жаным-ау, жалдап тұрған несі? Ауылдан да жұмыс табылады ғой. Қасыма келсеңдерші, үй кең, сиямыз ғой деді Айжан апа. Немесе мына үйді сатып, қаладан ақша жеткеніне қарай үй алайық. Қолымда шамал тиын-тебенім бар, соны қосайын деді. Иә, көрерміз деді Ерасыл. Ертеңіне Ерасыл қалаға қайтып кетті. Айжан апа, қолымнан келгенше аш қылмай, жалаңаш қылмай, қолымдағы бәр тәттіні осының аузына тосып өсіріп едім ғой. Жүрегі неге соншама қатайып кеткен бұның деп ойланды. Бір сәт, тәй-тәрі, не ойлап кеттің? Оның жұмыстан қолы тимей жүр. Әлі келіп мені алып кетеді. Немерелерім болады. Бізде бәрі жақсы болады деп өзін өзі жұбатты. Айжан апа ұлының алдында өз сезімдерін көрсетпей, бәріне түсіністікпен қарауға тырысты. Бірақ бұл оны күннен күнге қашытты. Ерасыл қаладан анасына жиі келуге уәде беріп кеткен, бірақ уәдесін орындамады. Ана жүрегі әрбір есіктің қағылуын, әрбір хабарламаны баласынан деп күтті. Бірақ уақыт өте оның үміті сөнді.
Бір күні Ерасыл анасының ауыр халде жатқанын естіп, асығып ауылға келді. Бәрі де өте кешеді. Анасының төсегінің жанында Ерасылға жазылған, бірақ ешқашан жіберілмеген хаттар жатты. Хаттарда Айжан ұлына деген сағынышын, оның өмірге деген махаббаттары жазылған еді. Бұл хаттар Ерасылдың жүрегін қанжылатты. Айжан апа қайтыс болғаннан кейін Ерасыл анасының өмірін басқаша көре бастады. Ол анасының әрбір қиындыққа қалай төзгенін, балалары үшін өмірін қалай сарп еткенін түсінді. Ерасыл анасының қабірінің басына келіп кешірім сұрады. Бірақ бәрі де өте кеш еді. Соғыстан емес, мына тұрған қаладан келеді деп, санасыз ұлын күткен, екі көзі төрт болып, өмірін бір Аллаға дұға жасап, түндерін ұйқысыз жылаумен өткізген, баласына деген махаббатын ешқандай жамандыққа жеңдірмеген қайран ана. Енді Ерасыл анасына арнап алтынмен аптап үлкен бейіт салса да, анасының атын алтынмен жазып қойса да, оның ешқандай құны жоқ екенін, онымен анасының өмірге қайтара алмайтынын, енді мәңгілікке анасының айналайын Ерасылым деген сөзін естпейтіндігін есіне түсіріп, іші өксікке толып жылай берді. Анасының махаббатындай үлкен сезімді ешкімнен де енді оған сыйлай алмайтындығын түсінген еді. Бірақ бәрі өте кеш.